Қайырлы күн достар, біз бүгінгі кезекті сабағымызда ағылшын тіліндегі do көмекші етістігі жайлы айтып беретін боламыз. Ағылшын тілінде do көмекші етістігі сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Оларды жақсылап түсіну үшін қазір біз сіздерге мысалдар келтіретін боламыз. They go to school. Олар мектепке барады. Go to барады деген етістік қолданып тұр. Ағылшын тілінде сөйлемде етістік қолданғанда оны сұраулы түріне айналдыру үшін біз келесі сөйлемнің басына do көмекші етістігін қою арқылы сұраулы сөйлем жасаймыз. Сонда do they go to school? Олар мектепке барады ма деген сұраулы сөйлем шығады. Ал do not сөзі арқылы біз болымсыз сөйлем жасаймыз. They do not go to school. Do not сөзі етістіктің алдында жазылады. They do not go to school. Олар мектепке бармайды. Және де do not сөзін біз қысқартып don't деп қолдансақ та болады. Енді келесі мысалға назар аударайық. She goes to work. Ол жұмысқа барады. Егер жай осы шақта сөйлемнің алдында she, he, it сөздері қолданылатын болса, онда біздің етістігімізге s немесе es жұрнағы жалғанып goes болады. Енді осындай сөйлемде қалай сұраулы түрге айналдыруға болатынын айтып өтейік. Біздің қолданып жатқан do көмекші етістігімізге es жұрнағы жалғанып does болады. Does she go to work? Ол жұмысқа барады ма? Жай ғана оңай аударылады. es жұрнағын doға жалғап does көмекші етістігі арқылы сұраулы сөйлемді құраймыз. Енді осы сөйлемдерімізді болымсыз түрге айналдыру үшін she does not go to work деп жазамыз. Does not, яғни біздің doesға not жалғау жалғанады. She does not go to work. Ол жұмысқа бармайды. Және де бізде does not қысқартылып doesn't деп жазылады. She doesn't go to work. Және де келесі кезекте біздің do сөзіміз кәдімгі етістік ретінде істеу деген аудармамен сөйлемде етістік қызметінде атқарады. What are they doing? Олар не істеп жүр? Бұл жерде do сөзіміз көмекші етістік ретінде емес, кәдімгі сөйлемге келетін етістік ретінде қолданылады. What are they doing? Олар не істеп жүр деген сұраулы сөйлем болып тұр. Енді мына мысалға назар аударсаңыздар, don't do that. Бұл жерде екеуі де қолданылып тұр. Don't көмекші етістік ретінде болымсыз сөйлем жасап тұр, және де do істеу деген етістіктің орнында тұр. Don't do that. Олай істеме, олай жасама деген сөйлемді шығарып тұр. Сондықтан сөйлем барысында шатаспаймыз. Don't do, бұл жерде don't өзінің көмекші болымсыз етістігін атқарып тұр, ал do істеу деген сөйлемдегі етістіктің рөлін атқарып тұр. Және де ағылшын тіліндегі what do you do деген сұраулы сөйлем what's your job? Сенің жұмысың қандай деген сөйлемнің қызметінде атқарады. What do you do сөзі сөйлемі сенің жұмысың қандай деген мағынаны білдіреді. Do қандай жұмыс істейсің деген мағынада қолданылады. Ал осы сөйлемге жауап ретінде біз мынандай сөйлемдерді айтсақ болады. I'm a student. Мен студентпін. Немесе I'm a teacher. Мен мұғаліммін. Деген сияқты мысалдар арқылы What do you do сөйлеміне жауаптар қайтара аламыз. Сонымен қатар do сөзі зат есімдермен тұрақты түрде қосылып, тұрақты сөз тіркестерін құрайды. Мысал үшін do the housework. House үй, work жұмыс. Яғни housework үй жұмысы. Do the housework үй жұмысымен айналысу немесе үй шаруасымен айналысу деген тұрақты сөз тіркесін құрайды. Тағы да сондай мысалдар келтіретін болсақ, do the laundry кір жуу. Do the dishes ыдыстарды жуу. Do exercises жаттығу, жасау. Do business with біреумен бизнес жасау.
Do a good job. Жақсы жұмыс. Немесе ағылшын тілінде тағы да бір мағынасы міндетті жақсы атқару. Осындай сөйлемдер арқылы do сөзі тұрақты тіркестерде жасай алады. Жалпы do сөзі туралы біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздерге 3 түрлі сөйлем барысында қолданылуы да түсінікті болды деген ойдамыз. Келесіде қандай сабақ күтесіздер? Соның барлығын астына жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Қазглиш арнасы келесі сабақта кездескенше. Goodbye.